Қазақстанда тұрғындардың 25-35% маусымдық аллергияға шалдыққан дейді статистикалық мәліметтер. Әрине дәрігерге тексерілмегендер де бар арамызда. Маусымдық аллергияны жеңуге бола ма, жеңілдетуге бола ма, ем жолдары қандай? Бүгін сұхбатқа келген дәрігермен толық нұсқаны көріп шығыңыздар. Сәлем достар, әдеттегідей денсаулық YouTube каналында кезекті сұхбат, маусымдық аллергияның уақыты, жаз мезгілі, қалай сақтанамыз, қалай күтінеміз, жалпы емделуге бола ма деген сұрақтар сізді мазаласа, сұхбатты толық тыңдаңыздар. Ал бүгін қонақта Арман Қанатұлы, иммунолог және аллерголог дәрігер, қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Арман Қанатұлы, аллергия туралы алғашқы деректер біздің эрамызға дейінгі 4-ші ғасырдың жазбаларында кездеседі екен. Және 19 ғасырда зерттеле бастапты. Меніңше, біздің көрермендерше аллергия заманауи кейіннен шыққан ауру секілді есептеледі. Бұрыннан, баяғыдан, о заманнан бар ауру, сонда бұл? Ол бұрыннан келе жатқан ауру, бірақ сіз айтып кеткендей 19 ғасырда, яғни біздің дәуірімізде ол 19 ғасырда бірінші рет сипаттала бастады, және де ол Европада пайда болды, және пайда болған кезде көбінесе бай адамдар ауыратын. Яғни әлеуметтік деңгейлері жоғары, бай адамдар, білімдері жоғары, сондықтан осы ауруды сол кезде аристократияның белгісі деп есептеген. Мүмкін кедейлер бармаған шығар дәрігерге. Ол өте жоғары артық асқын диет гигиенаға байланысты болды. Тазалыққа. Тазалыққа. Ал бізге келетін болсақ, біздің осы уақытымызда, жаңа тарихымызда өте қатты гигиена осы 30-40 жылда пайда болды, Табиғаттан алыстадық. Табиғаттан алыстадық, ешқандай кір жетіспей тұр бізге. Сондықтан біздің статистикамыз бойынша, мысалы, елді мекендерде тұратын балалар қаладағы балаларға қарағанда аллергиямен азырақ ауырады. Демек, супер-гипер гигиена аллергия туындатуы мүмкін. Және аллергиядан басқа да иммунитеттің ақауларына әкеліп соғуы мүмкін. Біздің елімізде статистикаға сүйенсек, 30-35% адамдар осы аллергиямен күреседі, емделеді, шалдыққан, бірақ дәрігерге бармайтындар да бар. Тамшы тамызып, көзіне мұрнына жүре береді. Маусымдық аллергия қазір ең қозатын уақыт. Қалай күтінеміз? Жалпы жазылуға бола ма, емделуге бола ма? Маусымдық аллергиядан толық жазылып емделуге болады, бірақ біздің науқастарымыздың шыдамдары жетпейді. Өздерінің денсаулықтарына немқұрайлы қарайды. Яғни тек қана маусым келген кезде есіне түседі. Маусым біте сала ұмытып кетеді, ешқандай дәрігерге бармайды. Бірақ егер аллергиядан толық арылам десең, оны біз қыс уақытында емдейміз. Қыста ұмытпай емделу керек. Ол қыстағы емді алу үшін ең алдымен ішек, ас қорыту жүйесін қалпына келтіру керек. Өйткені ас қорыту жүйесі сау адамда аллергия пайда болуы мүмкін емес. Ең алдымен біздің ағзамызда сан алуан жасушалардың түрі бар. Осы жасушалардың балансы, тепе-теңдігі өзгерген кезде аллергияға бейімділік пайда болады. Осы жасушалардың балансы ішек микрофлорасының құрамына тәуелді. Сондықтан ішек микрофлорасы қалыпты болған кезде сізде аллергия пайда болуы мүмкін емес. Ал біздің дәуірімізде антибиотиктер пайда болды, және де ауыл шаруашылығында, медицинада көптеп пайдаланып жатыр. Химия. Антибиотиктер, бактерияларды өлтіретін зат. Мысалы, ауыл шаруашылығында, азық-түлік дайындау саласында да көптеп қолданылады. Және де осы антибиотиктер біздің ағзамызға түскен кезде біздің микрофлорамызды бұзады. Сондықтан бактериялардың балансы бұзылады да, иммунитеттің балансы бұзылады. Қазір енді көріп отырған аллергиясы бар көрермендер. Ал қыста емделеді дәрігер. Неден басталады? Қайда барамыз? Қандай ем жүргізіледі? Бірінші аллерголogқа барады. Сосын анализ тапсыра ма? Аллерголог маманға барасыз, анализдерді тапсырасыз, қандай аллерген екенін анықтап алу керек. Сосын осы анықталған аллергеннен жасалған арнайы дәрілік заттар болады. Микродозамен осы анықталған тозаннан жасалған таблеткаларды науқас қабылдайды. Және де осы таблетканы қабылдаған кезде
біздің иммунитетіміз бірте-бірте осы аллергенге үйренеді. Мысалы қазір жусанға немесе сәуірдің аяғынан мамырдың аяғына дейін бізде ағаштар гүлдейді. Ең осы қатты аллергендердің бірі қайынның тозаны. Сол қайынның тозанынан жасалған дәрілік заттар бар, Қазақстанда өндіріледі, бізде өсіп жатқан өсімдіктерден жасалады. Және де микродозамен ағзаға дәріханаларда кәдімгідей беріледі. Бірақ ол тек рецепт арқылы сатып алуға болады, өйткені дұрыс қолданбасаң өте сондай реакция болуы мүмкін. Қазір енді осындай дәрілер бар екен деп Google аман болсын, интернеттен қарау мүмкін, дәріханаға жүгіріп барып алу мүмкін. Аллергия қозып тұрған кезде, маусымдық аллергия, ол препараттарды қолдануға бола ма? Жоқ, ол препараттарды тек қыс уақытында қолданамыз, өйткені мысалы аллергия басталған кезде, маусымдық аллергия басталған кезде ауада тозаңның сан алуан түрі бар. Сондықтан осындай иммунитетке салмақ түскен кезде оны қолдануға болмайды. Ал тозаңның бәрі кеткен кезде, қар түскеннен кейін оны қолдануға болады осы емді. Ал маусым кезінде тек қана симптомдарды басатын, белгілерді басатын дәрілік заттарды қолданамыз. Ол мембрана стабилизирующий мембраналарының қалпына келтіретін, гистаминге қарсы антилейкотриенді гормондар, осындай дәрілік заттар қолданылады. Бірақ олар аллергияны емдемейді, тек қана аллергияның белгілерін басады. Жай ғана басып қойды. Жаңа сіз айтқан дәрілерді пайдаланады, тамызады, көзіне, мұрнына басылды деп ойлайды да, қыста ұмытып кетеді. Сосын келесі жылы қозуы мүмкін бе, күшеюі мүмкін бе, егер емделмесе? Кейбір адамдарда аллергияның белгілері тұрақты деңгейде сақталады. Жыл сайын болады. Жыл сайын бірдей болады, және де сол 20 жыл бойы бір таблетканы қабылдап жүреді, ешқандай проблема жоқ. Бірақ көбінесе аллергияның белгілері жыл сайын күшейе береді. Әсіресе сіздің ағзаңызда паразиттер көп болса, паразиттер аллерген белгілерін күшейтеді катализатор ретінде. Демек, паразит бар жоғын анықтау керек. Паразитті қазір емдесе бола ма? Жоқ, болмайды. Оны қыста емес, аллергия қозып тұрған кезде сіз аллерген паразиттерден құтылам десеңіз, сол паразиттеріңіз құтырып кету мүмкін ғой сол ем кезінде. Және де аллерген белгілері де күшеюі мүмкін. Сондықтан өт айдайтын препараттарды қолдануға болады. Сорбенттер, мысалы, сол паразиттердің ағзаға түсіретін салмағын төмендету үшін біз осындай препараттарды қолдануымыз мүмкін. Және де паразиттердің ең жақсы көретін тамақтарын шектеу керек. Ол тәтті заттар. Көмірсулар, Көмірсулар. Қант, ақ ұн, күріш, картоп, осы тағамдық заттардың барлығы паразиттердің ең жақсы көретін қорегі. Біздің 90% дастарханымыз сондай тамақтан тұрады. Сондықтан қазір паразиттердің де саны ұлғайып кетті. Ал енді маусымдық аллергия науқас қыста емделген жоқ, қазір жазда аллергиясымен алысып, көзінен жас, мұрнынан су ағып жүр. Олар не істейді, қалай күтіне алады? Жеңілдете алады ма? Біз айтып кеткендей, симптомдарды басатын дәрілік заттарды қолдану мүмкін, және де өзіне қосымша дәрілік емес күтім жасау керек. Далаға шыққан кезде міндетті түрде ұзын жең, ұзын етек кию керек. Киім, өйткені тозан біздің терімізге де қонып қала береді. Және де басыңызға орамал, бас киім кию керек, өйткені шаш жинайды. Әсіресе қыз келіншектердің шаш ұзын болған кезде олар шашын күнде жуа бермейді. Сол жиналған тозанмен бірге ұйықтаған кезде аллерген белгілері түнде де қозып кетуі мүмкін. Сондықтан шашыңызды жинап жүру керек, және де даладан келген сайын жай шайынып, сабынсыз да, шампуньсыз да жай шайынып, осы жиналған тозанды шайып тастау керек душ арқылы. Және де киген киімдерді күнде ауыстырып отыру керек. Оны сол кір жуғыш заттармен жумай қойай, таза сумен шайып тастасан, сол да жеткілікті болады. Порошок салмаймыз? Порошок салмайсыз, Кірін қалай кетіреміз? Жоқ, ол бір күнде кір болмайды ғой, жай жиналған тозанды шайып тастау үшін. Өйткені қарапайым біз өзіміздің өмірімізде пайдаланатын лайфхактар да? Лайфхактар, Басымызға орамал, немесе кепка киеміз. Көзілдірік, және де егер далаға шығам десеңіз, күн көзі өте жоғары болған кезде сіз шықпаңыз, немесе таңертең, таң атып атқан кезде, немесе күн батқан кезде. Өйткені ауа райы өте ыстық болған кезде тозан өте көп бөлінеді.
Жалпы телефон арқылы приложение дейміз ғой, қосымшалар арқылы сол ауадағы шаң тозаң аллерген тудыратын нәрселерді білуге болады ма? Иә, болады, ондай ақпарат бар, бірақ арнайы метеостанциялар болу керек. Осы ауадағы тозаңды жинап, сосын оны талдайтын арнайы станциялар болады, бірақ бізде Қазақстанда олар жоқ. Қазақстанда Иә, жоқ, мысалы Грузияда, Ресейде кейбір қалаларда осындай станциялар бар, олар аллерго орталықтарда орналасқан, олар ана ғимараттардың төбесінде, және де ауадағы жиналған қарапайым скотчпен жинайды ауадағы тозаңды. Сол морфолог микроскоп арқылы қандай өсімдіктің тозаңы екенін анықтауға болады, және де осы арқылы тозаңдану күнтізбесін жасауға болады. Өйткені әрбір өсімдіктің өз кезеңі болады. Мысалы, ағаштар көктемде гүлдейді, ал арамшөптер, жусан шілденің аяғынан қыркүйектің аяғына дейін, қыркүйектің 20-сына дейін тозаңданады. Сондықтан әрбір өсімдіктің өз кезеңі болады. Кейбір адамдарда маусымдық аллергия көктем басталғалы күзге дейін бола береді. Ондай адамдарда кездеседі бізде, өкінішке орай. Олардың көбісі ойлайды, кәдімгі қарапайым топырақ шаңнан деп. Иә, жоқ. Одан емес, иә? Шаң, топырақ бізге әсер етпейді. Шаң, топырақ әсер етпейді. Шаң, үйдің кәдімгі шаңы бізге аллерген ретінде әсер етуі мүмкін. Осындай адамдарда жыл бойы аллергия мазалай береді. Олар түшкіре береді, немесе көзі қыши береді, жыл бойғы ринит бола береді. Ал маусымдық аллергия ол шаңға байланысты емес, өйткені шаңмен біз жыл бойы қарым-қатынаста боламыз. Жаңағы мұрынға тамызатын тамшыларды тамызып, мұрындар әбден кеуіп, әсер етпейтін деңгейге жетеді. Неліктен? Өйткені мұрынға тамызатын тамшылардың көп түрі болады, кейбіреулері қарапайым барлығы қолданатын нафтизин. Иә, оны аллергия кезінде қолдануға болмайды. Ол емдемейді, баспайды. Иә, өйткені аллергия кезінде біздің тыныс алу жолдарымыз ісіп кетеді. Ол қорғаныш реакция. Өйткені біздің ағзамызда осы аллергенге осындай реакция бар, иә? Ол аллерген біздің ағзамызға түспеу үшін ағзамыз мұрынды бітеп тастайды. Кіргізбеу үшін. Сол нафтизин кәдімгі сол ана ісікті, ісінуді басады. Болды, аллергені емдемейді. Ал аллергия кезінде бізде аллергиялық қабыну пайда болады. Сондықтан, мысалы, қан тамырларын тарылтатын препарат, нафтизин, оны ұзақ уақыт бір аптадан көп қолдануға болмайды. Мысалы, бір аптада аллергия маусымы аяқталмайды. Сондықтан адамдардың көбі осындай препараттарға тәуелді болып қалады. Аллергиядан кейін де қолдана береді, өйткені тәуелділік пайда болды. Мұрны ашылатындай болып көрінеді. Ал мысалы, мұрынға себетін гормондар болады. Олар мысалы нафтизинге қарағанда қауіпсіз. Өйткені оларды ұзақ уақыт қолдануға болады, және де атрофин туғызбайды. Оны рецептсіз алуға болады? Оны рецептсіз алуға болады, бірақ дәрігердің рұқсаты болу керек. Өзінің мөлшері, дозасы болады? Дозасы болады, иә. Көзге тамызатын тамшылар? Көзге тамызатын тамшылар, олар гистаминге қарсы препараттар болады, және де гормондар болады. Мысалы, бірақ көзге байланысты гормондарды ұзақ уақыт қолдануға болмайды, 3 күннен көп. 3 күннен көп. Естеріңізде сақтаңыз, 3 күннен көп болмайды. Біздер ештеңе етпесіз? Өте сондай жедел жағдай пайда болғанда, мысалы, көзіңіз өте қатты ісіп кеткенде, қызарып, немесе ашылмай қалған кезде біз қолданамыз осындай препараттарды. Бірақ оны мен көп уақытқа қолдануға рұқсат бермеймін. Гормондарды біз, мысалы, спрей ретінде қолдана аламыз, ол тек қана шырышты қабатта жұмыс істейді. Жүйелік әсер етпейді, мысалы, басқа мүшелерге. Ал егер инъекция түрінде немесе таблетка түрінде қабылдаса, онда жүйелік әсер етеді. Және де онда салмақ қосылады, туберкулез қаупі пайда болады. Диабет ауыру, остеопороз, сүйектің минералды тығыздығы төмендей бастайды. Өйткені осындай гормондардың барлығы осындай әсер етеді. Демек, сізде аллергия болса, гормоналдық препараттарға қатты әуес болмаңыз дейміз, иә? Арман Қанатұлы, тамақтан аллергия болғанда жаңа анафилактикалық шок болып жатады. Маусымдық аллергия кезінде егер көп жаңағы баққа немесе бір гүл өсіп тұрған жерге байқамай барып қалған кезде сондай ұстама пайда болуы мүмкін бе науқаста? Иә, мысалы, сіз табиғатқа пикникке барам дедіңіз, иә? Мысалы, дачаға бардыңыз, саябаққа. Сонда
тозаны көп жерде аллергия асқынып кетуі мүмкін. Мысалы, тыныс жолдары тарылып кетіп, астманың демікпе пайда болуы мүмкін, демікпе клиникасы пайда болуы мүмкін. Кейбір адамдарда маусымдық аллергия, мысалы, бірінші жылы көзі ғана қышыды, келесі жылы көзге мұрын қосылады, кейін тамағы қыши бастайды, таңдайы қышиды, құлақтың іші қышиды. Бірте-бірте астманың белгілері пайда болуы мүмкін, маусымдық аллергиялық астма пайда болуы мүмкін. Емделмей жүре берсе. Жаңағы белгілердің барлығы бар науқастар бізді көріп отыр. Құлағы да қышиды, тамағы да қышиды, мұрны да бітеледі, көзі жасаурайды, демала алмайды, сырылмен жүреді. Олар қыста егер емді бастаса, қанша уақытта немесе қанша мезгілде, яғни бір қыс жетеді ме жазылып шығуға? Кем дегенде 3 қыс кетеді, 3-тен 8 жылға дейін. 8 жылға дейін. Бірақ ол ештен жақсы қой. Қоздырып, одан сайын үдете бергеннен емделген жақсы, Сонда қыста олар ауруханаға барып жатып емделе ме, жоқ үй жағдайында ма? Қыстағы алынатын ем, заманауи ем, осы айтылып кеткен таблеткаларды пациент өзі сатып алады да, өзі үйде емделеді. Кез келген аллергологқа барса береді ғой? Кез келген аллергологқа. Бірақ кейбір аллергологтар инъекция түрінде қолданады осы терапияны. Ол тиімсіз жол болып саналады, өйткені өте қымбат. Мысалы, таблетка түрінде препараттардың бағасы 20-25 мың болса, бір курстық бағасы. Инъекцияның бағасы 80-180 мың болуы мүмкін. Айырмашылығы неде? Айырмашылығы тек қана бағасында ма? Жоқ, бағасында емес, қолдану тәсілінде. Мұнда таблетка, мұнда инъекция. Инъекцияның ешқандай пайдасы жоқ деп тұрсыз? Инъекцияның пайдасы бар, бірақ та қаупі бар. Өйткені инъекцияны қолданған кезде сізде анафилактикалық шок пайда болуы мүмкін. Және де препарат ағзаның ішіне түскеннен кейін сіз оны шығара алмайсыз. Ал мысалы, мен айтып кеткен таблетканы біз тіл астына саламыз. Тіл асты қышып сорамыз. Тіл асты қышына бастаса, түкіріп тастайсыз, болды. Ауызды шаясыз. Ешқандай қауіп жоқ, Ал инъекция болған кезде дозасы бірте-бірте артады ғой. Мысалы, жоғары дозадағы препаратты сіз инъекция салған кезде анафилактикалық шок пайда болуы мүмкін. Және де халықаралық бізде нұсқаулар бар. Халықаралық нұсқаулар бойынша осы қыста қолданылатын терапия таблетка түрінде, сублингвалды формада болған жөн. Өйткені Европаның өзінде де аллерголог мамандар жеткіліксіз. Ал мен айтып кеткен осы инъекция түрінде қабылданатын асид, аллерген спецификалық иммун терапиясы, ол тек қана аллерголог маман оны өткізе алады. Ал осындай мамандар жеткіліксіз. Сондықтан инъекциямен терапияны аламын деген адамдар басқа қалаға келіп, тұрып, пәтер жалдап, кез келген медбикеге салдыруға болмайды дейсіз ғой, медсестраға? Жоқ, болмайды, тек қана дәрігер салады. Сондықтан аллерголог мамандар дүние жүзі бойынша жеткіліксіз. Тағы бір естуімше, мысалы, аллергиясы бар таныстар бар, арамызда туыстар бар. Аллергия кезінде теңізге кетіп қалған жақсы, басқа аймаққа кетіп қалған дұрыс дейді. Енді елдің бәрі теңізге кете алмайтын шығар. Расымен де ол көмектеседі ме? Ол көмектеседі, өйткені әрбір жердің өсімдіктік құрамы әртүрлі болады. Сондықтан біздің жағдайлары бар пациенттеріміз, мысалы, Түркияға кетіп қалады, немесе Дубайға кетіп қалады осы шілде, тамыз айларында. Өйткені сол жерде, мысалы, Дубай ол шөлді ел. Шөлде орналасқан ел. Қайын жоқ дейсіз ғой. Ешқандай қайын, ешқандай өсімдіктер жоқ. Түркияда жусан жоқ, мысалы. Ал Ресейге барудың ешқандай пайдасы жоқ, қажеті жоқ, өйткені бізде климаттық зонамыз бірдей. Оларда көбірек дейші өсімдік бізге қарағанда. Менің статистикам бойынша, мысалы, Маңғыстауда тұратын науқастар бізде аз. Мысалы, Қазақстанның түпкір-түпкірінен маған пациенттер қаралады, өйткені Маңғыстау шөлді жер. Сондықтан аллерген басқа түрлері бар Маңғыстауда. Мысалы, зеңге, өйткені ылғалдылық өте жоғары, және ылғалдылығы жоғары жерде қыс уақытында зең көп пайда болады, саңырауқұлақтар. Сол зең өте күшті аллерген болып табылады. Сондықтан Маңғыстауға басқа аллерген, басқа түрі тән, маусымдық аллергия аз кездеседі. Плесен ғой, зең деп отырғанымыз. Түсінікті. Енді біз жаңағы сіз айттыңыз, қыста қандай өсімдікке неге аллергия беретінін анықтаймыз деп. Жазда науқас анализ тапсырып,
аллергия неге екенін анықтай алмайды? Анықтай алады. Анықтай алады. Заманауи анализдерді біз маусымға қарамай кез келген уақытта тапсыра береміз қан арқылы. Ал теріні тітіркендіретін тері пробалары болады, сынамалар. Оларды тек қана қыс уақытында қолдануға болады, бірақ мен оларға қарсымын. Өйткені көптеген факторлар болады. Мысалы, адам препараттар, басқа бір дәрілік заттарды қабылдаған кезде жалған ақпарат алуға болады. Тек қана қанмен қараған. Қанмен, ең дұрысы қанмен, қан арқылы қарау. Арман Қанатұлы, сіз жаңа сұхбаттың басында қыста асқазан ішек жолдарын, микрофлораны қалыпқа келтіру керек дедіңіз. Енді жазда да біз тамақ жейміз, аллергиктер жазда микрофлорасын қалыпқа келтіруге болмайды дедіңіз. Жоқ, болады. Болады, иә? Біз тек қана аллергияның өз нағыз емін қыс уақытында аламыз. Ал ас қорыту жүйесін біз жылдың кез келген уақытында жыл бойы күтім жасай аламыз. Не ішеміз, қандай кеңес бересіз? Өт айдайтын, өт шығаратын препараттар, бірақ егер өт жолдарында тас болса, оны қолдануға өте болмайды, немесе дәрігердің кеңесімен. Ал пробиотиктерді біз жыл бойы қолдана бере аламыз. Түсінікті. Маусымдық аллергиясы бар науқастар кейде менде тек қана өсімдік шаңнан, тозаңнан еді, тамақтан да аллергия пайда болды деп айтып жатады. Кейбір адамдарда аллергиялық айқасу реакциялар пайда болады. Яғни аллергендердің молекулалары тамақтың басқа молекулаларымен ұқсас болады. Мысалы, қайынға аллергия пайда болған кезде алма жеуге болмайды. Дәл осы маусым кезінде. Өйткені осы қайынға аллергиямен ауыратын адам маусым кезінде, аллергия маусымы кезінде алма жесе, аузы қыш уыла бастайды. Немесе қайын мен алманың ұқсас болып тұр ма сонда? Молекулалар ұқсас. Немесе жусанға аллергия пайда болған кезде шемішке шағуға болмайды, күнбағыс дәндерін. Өйткені олардың да молекулалық структурасы өте ұқсас. Және де кейбір тамақтың кейбір түрлері сондай әмбебап қоздырғыш болып табылады. Мысалы, шоколад, ірімшік, сыра, шарап, клубника жоқ, ол жатпайды. Және де денсаулық үшін өте пайдалы, мысалы, өкпе, бауыр, сондай малдың ішкі мүшелеріне біз тамаққа қолданамыз, өте пайдалы, бірақ аллергия кезінде қоздыру мүмкін. Өйткені құрамында гистамин өте көп. Өйткені қой соямыз жазда біз, қойдың өкпе бауырынан қуырдақ жегенді жақсы көреміз. Аллергиясы барларға қауіпті дейсіз бе? Күшейту мүмкін. Дәл осы кезде аллергия белгілері болса, онда күшейту мүмкін. Мысалы, қыс уақытында немесе осы маусымнан тыс басқа уақытта қолдана беруге болады. Түнде ұйықтаған кезде мұрны бітеліп, көзіне жас ағатындар. Терезені ашып жатамыз ба, жауып жатамыз ба? Жауып жатамыз. Арнайы қазіргі заманауи техника бар, рекуператорлар болады, немесе кондиционер, соларды қолданып ауа ылғалдандыратындар көмектесе ме? Ауа ылғалдандыратын заттар бар, құрылғылар бар, немесе ауаны үйде тазартатын фильтр ретінде, немесе бір құрылғының ішінде ол ауаны тазартып та ылғалдандыратын сондай құрылғылар бар, оларды қолдануға болады, бірақ ауаны әйнекті ашып пәтерді желдетуге болмайды маусым кезінде. Өйткені тозан көп жиналады үйдің ішінде. Ескі ауа болып қалмайды ма дегенім ба? Жоқ, болмайды. Үйде басқа таза өсімдіктер болса, немесе аквариум болса, ауаңыз жаңара береді. Жаңара береді. Жақсы. Арман Қанатұлы, мен еш нәрсе сұрауды ұмытып кетпеген сияқтымын. Сіздің ойыңызда қалған дүниелер бар ма, жоқ па айтатын көрермендерге? Қысқа, нақты үш кеңес болса. Осындай біз керекті нәрсенің бәрін айтып кеттік. Ең бастысы қыста емделеміз. Ең бастысы қыста емделеміз. Егер қыста емделіп үлгермесеңіз, осы аллергия маусымы кезінде симптомдарға қарсы қолданылатын дәрілік заттарды қолдануға мәжбүр болады пациенттер, және де ас қорыту жүйесін қалпына келтіру керек. Өйткені ас қорыту жүйесі сау адамда аллергия пайда болуы мүмкін емес. Ең бастысы қыста емделеміз. Емделу уақыты 3 және 8 жыл аралығында деп отыр. Сондықтан қыста 2 ай кетеді. 2 ай кетеді. Қарашадан бастаймыз ба? Қар түскен кезде бастай береміз. Жақсы, рахмет сізге. Тағы да келесі жолы сұхбатта тағамға неге аллергия туады, біздер соны талқылайық. Жақсы. Келесі сұхбатта кездескенше аман болыңыз. Көріскенше. Достар, біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Иммунолог, аллерголог, дәрігер Арман Қанатұлымен болған сұхбат сізге пайдалы болса, әрине жақындарыңызбен бөлісіңіз, ең бастысы денсаулықты күтіңіз. Біздің каналымызға жазылыңыз, лайк басыңыз және
Жазылу батырмасын басуды ұмытпаңыз, ең бастысы бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.